Сәлем 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. 5-ші модульдің 61-62 беттердегі сабақтарды толық түсініп, барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Сондықтан каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Олай болса, балалар, кітабымыздың 61-ші бетін ашамыз. Ол жерде бізде тақырып writing a composition about a special day. Яғни бүгінгі тапсырма бізде жазылымға байланысты, балалар. Олай болса, exercise 1. Read the model text and answer the questions. Балалар, суретке қарап, мәтінмен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші тапсырмада 3 сұрақ берілген. Сол 3 сұрақты біз мына мәтіннің ішінен іздеп отырып табуымыз керек. Бірінші сұрақ: What words the first paragraph have got a capital letters Y? When is the carnival in Brighton? Is the writer in a band? Бірінші балалар мәтінді оқып берейін, сосын сұрақтарға жауап беретін боламыз. Every year there is a big celebration in Brighton. It's called the Brighton Carnival. The carnival is in July and it's celebration of the summer. On the day of this carnival, I wear a costume and play in a samba band. They close some of the roads in the city and the people dance and eat the street. I like the carnival because the music is great and the people are happy. Бұлар жалпы бұл жерде әр жылы болатын Брайтондағы мейрам туралы айтылған, мереке туралы. Ол бізде Брайтон карнавалы деп аталады. Яғни жаздың маусым айында өтетін болады. Мына жерде автор өз туралы айтып тұр. Мен ол карнавалға өзім самба тобының көйлектерін киіп шықтым. Бұл жерде барлығы суреттегідей көшеге шығып, көшеде билейді, көшеде тамақтанады, Адамдар өзін өте бақытты сезініп, өте күшті атмосфера болады деп айтылған мәтінде. Енді сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақтың жауабы every, because is the first word in the sentences. Brighton, because is the name of the place. Brighton Carnival, because it's the name of the festival. Яғни сұрақ неге бас әріптермен жазылған деген, және оның қасына біз себептерін жазып қойғанбыз. Екінші сұрақтың жауабы The carnival is in July. Үшінші сұрақ Yes, the writer is in the samba band. Міне бұлай, осылай бірінші тапсырманы балдар жазып аламыз. Next, exercise 2. Language point, because екінші тапсырмаға қараймыз. Look at these sentences from the model text and choose the correct word in the rule. Балдар, мәтіннің ішінде осы because деген сөзі тауып арқылы біз ережені дұрыстап жазуымыз керек. Яғни because деген ол қазақша себебі деген сөзі мағынаны білдіреді. Мысалға, I like the carnival because the music is great and the people are happy деп берілген. Яғни because comes before after the reason in the sentences. Себебі деген сөз before дейін немесе кейін келеді. Сөйлемде себепке бұрын немесе себептен кейін келеді деп берілген. Бұл жерде бізде дұрыс жауабы дейін, яғни before деген жауап дұрыс екен. Екінші тапсырмада бізде before деген сөзін астын сызып қоямыз. Енді ары қарай үшінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 3. Match the sentences 1-5 with reasons A, E using because. 5 сөйлем берілген, астында A, B, C деп 5 сөйлем тағы берілген. Біз бір-бірімен мағынасына қарай сәйкестендіру керекпіз, және арасына because деген, яғни себебі деген сөзді қосу арқылы сөйлемді бір-бірімен сәйкестендіру керекпіз. Балалармен барлық сөйлемді жазып шықтым. Бірінші B болады. We go to the Switzerland every year because we like skiing. Екінші E. I wear warm clothes because it's very cold. 3 D. I don't like crocodiles because they are dangerous. 3 C. They close the roads because people dance in the street. 5 A. My grandmother doesn't dance because she is very old деп жазып қоямыз, балалар. So, exercise 4. Follow the steps in the writing guide. Балдар, мына жерде берілген тапсырма өзінің тұрғылықты жеріңе байланысты. Write about the celebration or festival in your area. Өзінің тұрғылықты жеріңе байланысты кез келген бір мереке немесе фестиваль туралы жазу керексіңдер. Яғни план берілген, сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап беру арқылы жазса болады. Яғни бірінші параграф не туралы, екінші параграф не туралы екен түсіндіріп кеткен. Астында балалар, мен бұл тапсырманы орындадым, бірақ бұл жерге шығармадым, өйткені әркімнің тұрғылықты жері әртүрлі болғандықтан, мысалға менің тұратын жеріме байланысты жазғаным сендерге сәйкес келмей қалуы мүмкін, бір-бірімізге сәйкес келмейді, сондықтан қате болып қалмасын деп мен бұл тапсырманы
бұл жерге шығарған жоқпын, ренжімесіңдер деп ойлаймын. Бұл тапсырманы әркім өзі орындауы тиіс. Енді ары қарай келесі бетті ашамыз, балалар. My country holidays. Exercise 1. Check the meaning of these words. Complete the photo description with 5 of the words. What holiday do you think this is? Яғни тақырып мерекелер туралы, я. Бірінші тапсырмада берілген сөздердің мағынасын тауып, және де суретке қарап астындағы жалпы сурет не туралы деп ойлайсыңдар деген сұраққа жауап беріп, мына жерде берілген мәтінде қалып кеткен сөздерді 5 сөзді осы төбедегі кілттік сөздердің ішінен дұрысына қарай қойып жазуымыз керекпіз. Олай болса, бірінші тапсырманы жазамыз, балар. Мен мына жерде тексті сөздерді қою арқылы оқып шығамын, ал сендер жазып алыңдар. There are a lot of people in the photo. There is a woman in a red dress in the middle. Next to her, there is another woman. She is elder and she's got a red and a yellow dress. Behind them, there are some trees and a yurt. There is another yurt on the right and a beautiful carpet under it. There are some people between the two yurts. On the left, there is a table with a lot of food on it. There is a boy in front of the table. He's got strange hair. Яғни төбедегі мен балдар предлогтардың барлығын, яғни демеуліктерді қойып шықтым. Және суретті сипаттаған, ол бізде қандай мейрам, балар? Наурыз мейрамын сипаттаған, қар үй тұр, қар үйдің қасында әдемі келіншек тұр деп, балар. Жалпы жауабы the people in the photo are celebrating наурыз деп бірінші тапсырманы жазып аламыз. Балалар, байқасаңдар, қазір мен 5 мен 6 тапсырманы орындайтын болам, өйткені бірдің қасында тұрғандықтан, ал 2, 3, 4 ол келесі бетте болады, сондықтан қазір бірге 5-ті орындайтын боламыз. Exercise 5. Find the sentences in the text. What do have to and don't have to mean? Мына сөздерді мәтіннің ішінен тауып, have to және don't have to деген не мағына беретінін жазып кет деген, және мысал берілген. Бірінші, at Nauruz, everyone has to drink наурыз көже. Наурыз мейрамда барлығы наурыз көже ішеді. Екінші, students don't have to go to school on 21st, 22nd and 23rd March. Студенттер, оқушылар 21, 22, 23 наурыз күні мектепке бармайды дейді. Енді мағынасында ағылшынша былай болады. We use have to express obligation. And we use don't have to say that something isn't necessary. Осылай тапсырманы жазып аламыз. Next, exercise 6. Complete the sentences with have to or don't have to. Мына жерлерге, қалып кеткен жерлерге have to немесе don't have to қойып жазу керекпіз. Жалпы have to дегеніміз бір нәрсені істеу қажеттілігін білдірсе, don't have to дегеніміз бір нәрсені істеу қажеттілігін білдірмейді, қажет емес деген сияқты мағынаны білдіреді. Бірінші, on the day before Kurban night, people have to clean their houses. Екінші, I don't have to get up early on Sunday. Үшінші, we don't have to cook. We can buy a pizza. Third, you have to behave well if you want a present. Бесінші, quotes only 3. He doesn't have to go to school. Міне осылай тапсырманы жазып аламыз. Келесі балалар, екінші тапсырмаға енді қараймыз. Read the special days calendar and write the names of the holidays, then listen and check your answer. Астында special days, яғни мереке күндері берілген, және соларға біз осы 3 тақырыпты қою керекпіз, қойып оқу керекпіз. Бірінші бізде January, қаңтар айында New Year's Day туралы мәтін берілген. Екінші March, наурыз айында бізде наурыз мейрам туралы жазылған. Үшінші July, ол жерде бізде Capital Day, яғни Астана күні туралы жазылған мәтін берілген. Міне 3 тақырыпты осылай жазып шықтық, балалар. Енді келесі exercise 3. Look at the words in blue in the text, then choose the correct words in the rules. Мәтіннің ішінде көк сөзбен берілген сөздерге қарап, мына ережені таңдауымыз керек, балалар.
Бірінші ереже, we use adverbs of manner to say how something happens or is done. Біріншісінде, яғни бізде how істеуін алатын боламыз. Екіншісі, we form adverbs of manner by adding ly to an adjective. Яғни істеуге ly жұрнағын жалғау арқылы біз сын есімді жасай аламыз деген ереже берілген балар. Келесі exercise 4, complete sentences with adverbs formed from the adjectives and brackets. Яғни төртінші сөйлемді толықтырып жазуымыз керек. Жақшаның ішіндегі сын есімді төбедегі ережеге сәйкес ly деген жұрнақты жалғау арқылы істеуге айналдыруымыз қажет. Тапсырманы жазып шықтым балар. Біріншісінде they decorate the houses beautifully. The children sing quietly. Read these sentences carefully. We walk quickly. Please speak slowly. Міне осылай тапсырманы жазып аламыз. Енді жетінші тапсырма 5 пен 6-ны орындап қойдық. Жетінші тапсырма read the information about A and Z. Then find examples in the text. Жалпы балдар A and Z деген бізде артикль, өткен сабақтарда біз түсіндірген болатынбыз. Артикль A and Z. Және біз қазір мысалдарды мәтіннің ішінен теріп жазуымыз керекпіз. We use A and with singular nouns when we mention something for the first time. Жалпы A and деген артикльді біз жекеше түрде жазамыз және бірінші рет кездесіп тұрған кезде, яғни белгісіз заттардың алдына қоямыз. We use the when we mention something again with superlatives with the ordinal numbers for things that are unique. Жалпы ал Z деген артикльді біз қайталанған кезде қолданамыз, яғни белгілі болған кезде қолданамыз, күшейтпелі сөздерде қолданамыз және реттік сандардың алдында қолданамыз. Міне осы ережелерге сәйкес біз барлық мысалдарды текст мәтіннің ішінен жазуымыз керекпіз. Біріншісі a party, an old tradition, a very popular holiday. Екі the party, the country. Екінің B, the biggest, the first, 31st of December, the 21st March, 21st, 22nd, 23rd of March, 6th of July. Және D, the calendar year, the new year, the capital деп міне жетінші тапсырманы осылай жазып аламыз балалар. Келесі 8-ші тапсырмада working groups make a special days calendar to send to school in another country. Балалар, бұл топтық сыныпта орындалатын тапсырма. 8-ші тапсырма, сондықтан сыныбымызда барлығымыз мұғаліммен бірге орындайтын тапсырма болғандықтан мен бұл тапсырманы орындамадым. Ал қалған барлық тапсырмаларды жазып алыңдар балалар. Егер түсініксіз сұрақтар болатын болса, комментарияға жазып кетеміз. Барлық сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сау болыңыздар.